Sharp, Aiwa, GVC, Shivaki, Toshiba, Panasonic, Sony, Hitachi. Бұл компаниялардың өнімдері азайғанын немесе тіпті жоқ болып кеткенін байқаған шығарсыз. 90-2000 жылдардың басын еске алсақ, әрқайсымызда Sony'дің теледидары немесе Panasonic'тың телефоны үйде тұратын. Сол жылдары Жапонияның тұрмыстық техникалары кең таралған және ең танымал болатын. Ал көліктер ше Mitsubishi, Suzuki, Isuzu, Subaru, Daihatsu. Осы брендтердің сирек көргенмен қоса, олар өз ғажабын жоғалтып, адамды қызықтырмайтын брендке айналды. Кезінде нарықтың көшбасшысы болған Күншығыс елінің күні батып кетті ме? Бірге анықтап көрейік. Құрметті достар, мен қазір Лондон қаласындамын, іс-сапармен келдім. Бірақ оған қарамастан біздің тобымыз күні-түні бір-бірімізбен хабарласып, сіздер үшін видео жариялап жүрміз. Айтатын дегенім, жалпы біздің ойдағыдай бұл эксплейнер каналы өскен жоқ, бірақ біз ешқашан тоқтамаймыз. Өйткені біздің миссиямыз ол қазақ тілінің жалпы орнын арттыру, кеңейту, нығайту. Қазіргі кезде байқасаңыз, көбінесе қазақ тілінде көрілімдері жоғары видеолар, ол шаттықты, әртүрлі андай би, ән, сондай видеолар. Бұл стереотипті өзгерткіміз келіп отыр. Өйткені қазақ тілі ол тек қана әртүрлі төбелес, криминал, сериал, өсек, той қасында ғана болып қалу ғана емес. Біз оны нығайтып, жалпы бизнес, әлеумет сондай салада кеңінен таралғанын көргіміз келіп отыр. Сондықтан біз осы жұмысымызды тоқтатпаймыз. Бұл біздің миссиямыз. Соңғы кездері видеоларымыз 200-300 ғана көрілім алып отыр. Сондықтан сізден сұрайтыным бір ғана зат. Жақындарыңызбен осы видеолармен бөлісіңіздер. Коммент жазып, лайк қойып, біраз белсенділік көрсетсеңіз, ол бізге үлкен көмек болады. Соңғы айтарым, ол қазақ тілін арттыру, заманауи сайға келтіру, ол бізге керек болмаса, біз керек етпесек, ешкімге керек болмайды. 1949 жылы Жапония билігі елдің экономикасын дамыту үшін халықаралық сауда және өнеркәсіп министрлігін құрды. Бұл кездері Жапония екінші дүниежүзілік соғыстан кейінгі экономикалық құлдыраудан әлі қалпына келіп жатты. Сондықтан үкімет елдің экономикасын жандандырудың амалдарын іздеді. Жаңадан құрылған министрлік арқылы Жапонияның банк секторы мен өнеркәсіп өндірушілерін бағыттай отырып, елдің экономикасын нығайтқысы келді. Экономикалық және технологиялық тұрғыдан дамыту үшін мемлекет жергілікті өндіруші компанияларды қолдап, арнайы қаржы бөлді. Нәтижесінде Жапонияның Sony, Toshiba, Hitachi, Panasonic, Toyota, Honda сияқты ірі компаниялары шетел нарығына шығып, тұрмыстық техника, машина өндіру саласында жетекші компанияларына айналды. 60 жылдары Жапонияның экономикасы соғыстан кейін толығымен қалпына келді. Оның тәжірибесін Оңтүстік Корея, Қытай елдері зерттей бастады. Дегенмен қазір Жапон компанияларын нарықта өте сирек кездестіреміз. Соңғы 10 жылдықтарда электроника, автомобиль немесе микрочип өндірісі болсын, барлық жағынан Жапон компаниялары ығыстырылып жатыр. Бәсекелес Қытай, Корея, Тайвань және басқа елдер компаниялары оларға қысым көрсетуде. Фото, видеокамералар мен ойын консольдарынан басқа Жапонияны шынайы нөмір бірінші ел деп атай алатын сала қалмайтын сияқты. Оның себептері неде? Жапонияның кезінде ірі компанияларын нарықта өз беделін жоғалтуына негізінен 3 себебін атап өтсек болады. Біріншіден, үкімет тарапынан қолдау кезінде өте қолжетімді болған десек болады. Бірақ бұл қаражат беру моделі тек ірі компанияларға ғана берілді. Мұндай қаржылай көмекті өткізіп алмау үшін компаниялар бір тауармен ғана шектелмей, басқа да заттарды өндіре бастады. Мысалы, Mitsubishi компаниясы жеңіл көліктермен қоса арнайы техника, әскери техника, видеопроекторлар, тіпті қалам өндірумен айналысты. Honda да көлікпен бірге ұшақтар жасады. Осылайша мүмкіндігінше әртүрлі заттарды өндіретін ірі конгломераттар пайда болды. Бірақ ірі компанияларды басқару қиынырақ болғандықтан, бұл компаниялардың эффективті жұмыс істеу қабілеті ұзаққа созылмады. Мысалы, батыстың Apple компаниясы тек жеке компьютер, планшет, телефон өндірісі мен қызмет көрсетуге толығымен назарын аударып, бір бағытта жақсы дамып келеді және өз саласында үздіктердің бірі болып есептеледі. Екіншіден, техникалық өндіріс саласында бәсекелестік өсті, ал Жапония оған дайын болмады. Жапония өзінің дәстүрлі өндірісіне көп көңіл бөліп, шетелдің жаңа идеяларын қабылдағысы келмеген сияқты. Жапон компаниялары ендігіден арзан бағаның арқасында ғана нарықта қала алмады. Нарықта олардан да арзанырақ балама техника мен машина өндірушілер пайда бола бастады. Осылайша Жапон компаниялары үшін ақырында бәсекелестер пайда болды. Мысалы, Оңтүстік Кореядан. Бұл салада кореялық, одан кейін Қытай өндірушілер заманға сай технологияларды игеріп, қарқынды
қарқынды дамыды. Бүгінде Корея өндірісі Жапонияны әлде қашан озып кетті. Бұның айқын дәлелі Samsung, LG, Kia және Hyundai сияқты ірі компаниялардың негізгі өндірушілерге айналуы. Жапонияның Daihatsu, Isuzu, Suzuki, Mitsubishi сияқты арзан техниканы өндірген компаниялар бұдан зардап шекті. Ал өзінің ерекшелігін сақтап қала алған Toyota, Nissan, Honda сияқты өндірушілердің жағдайына үлкен әсерін тигізбеді. Тағы бір себеп ол елдің демографиясы мен ұлттық менталитеті. Біріншіден, Жапонияда қарттар саны өсуде. Статистикаға сенсек, 2070 жылға қарай Жапонияның халық саны қазіргі 123 миллион адамнан 77,6 миллионға дейін төмендеуі мүмкін. Жас ұрпақ азаюда. Сондықтан жаңа технологияны, жаңа өндіріс тәсілін игеретін, оларды қажет қылатын адамды азаюы мүмкін. Екіншіден, Жапонияда корпоративтік мәдениеттің рөлі үлкен. Олар бір компанияға жұмысқа қабылданса, сол жерде өмір бойы жұмыс істеуге дайын. Компанияларда сақталған иерархия болғандықтан, лауазым бойынша өсу ұзақ уақытты талап етеді. Үлкендерді ерекше құрметтегендіктен, жасы үлкен басшылықты жұмыстан шығара алмайды. Демек, кезінде 80 жылдар экономикалық ғажапқа әкелген басшылық бүгін қартайды, ал жастардың басқарушы лауазымға жетуі оңай емес. Осының себебінен кейде компания ісін жүргізуде жаңа көзқарас жетпейді. Бірақ кейбір компаниялар өндірістегі жаңалықтарды қабылдап, оларға сәйкес болуға тырысты. Мысалы, Sony алғашқы ұялы телефоны мен алғашқы смартфондарын шығарып көрді. Өкінішке орай, бұл бағытта ары қарай дамымады. Қазір бұл компания PlayStation мен кәсіби камералар өндірумен айналысады. Сондай-ақ Голливудтың киностудиялары мен дыбыс жазу студияларының иесі. Sony компаниясы қазір ойын-сауық индустриясында белсенділігін танытып жатыр. Сол себепті басқаларына қарағанда өндірісте әлі өз орнын сақтап қалу мүмкіндігі бар. Ал Panasonic ше, кезінде 2000 жылдар басында әрқайсымызда үйде оның телефоны тұратын. Бірақ ұялы телефондар пайда болысымен бірнеше мүмкіндіктерден кейін бұл өндіруші бәсекелестікке төтеп бере алмады. Ал көліктер ше, Suzuki, Honda, Mitsubishi, Subaru, Isuzu көліктері кезінде кең қолданыста танымал болған еді. Мысалы, Mitsubishi'дің Lancer Evolution моделі Fast and Furious фильмі мен Need for Speed Underground, Most Wanted ойындарында байқалып, көше жарыстары мен крутой болудың синонимі болған. Ал Subaru болса, World Rally Championship ралли бойынша жарысында Impreza моделімен бүкіл әлемге аты шыққан. Бірақ қазір бұл өндірушілерден жаңалық естімегелі көп болды. Бүгін Жапония көліктерін Қытай электромобиль өндірісімен нарықтан ығыстырып жатыр. Өткен жылы Mitsubishi сатылым деңгейі төмен болғандықтан Қытайдағы автомобиль өндірісін тоқтататынын хабарлады. 2023 жылдың алғашқы 9 айында Toyota Motors, Honda Motors және Nissan Motors бәрі бірге 1,129 миллион жаңа көлік сатқан. Алдыңғы жылдың көрсеткіштерінен 26%-ға төмендеді. Жалпы Қытайдың BYD және Great Wall Motors сияқты көлік өндірушілері жапон көліктерімен қоса америкалық, европалық көліктерін нарықта озып келеді. Автомобиль өндіру жағынан Жапонияның ең ірі компаниясы Toyota болса, электр революциясына кеш назар аударды. 2008 жылы сату деңгейі төмендеп, өзгерістер керектігін түсініп, 2009 жылы өзінің бас директорын ауыстырды. Сарапшылардың байқауынша, келешекте автопромның негізгі бәсекесі Қытай, Европа, Қытай мен ақш компанияларының арасында болмақ. Бұған қоса, ескеретін маңызды зат ол кобальт металлына қолжетімділігі. Көліктерде пайдаланылатын батареяның келесі буыны кобальтты қажет ететін болады. Бұны Қытайдың үкіметі болжай алып, ондаған жыл бұрын Африкадағы кобальт өндіретін мемлекеттерге еніп алған. Ал Жапония, ақш, Европа компанияларында кобальтқа ондай қолжетімділігі жоқ. Жапония компанияларының бүгінгі құлдырауы 70-80 жылдары күн еместей көрінген шығар. Алайда Жапон өндіріс саласының жағдайы қазір осындай. Сонда бұл Жапония экономикасының қайта құлдырауының жаңа бастамасы ма? Кезінде болған экономикалық ғажапты тағы қайталай алады ма? Бұл сұрақтарға тек уақыт қана жауап бере алар. Әзірше нарықта Apple, Samsung және тағы басқа Қытай компаниялары нық тұр, және жақын арада олардың құлдырауы күтіліп тұрған жоқ. Соның барлығын ұйғарсақ, Жапонияның қызыл күні құбылып, бұлттармен жабылып қалатындай болды.